Достар, енді біз тортқа қазір ганаш жасаймыз. Оған натуральный 200 грамм шоколад керек болады. Мынадай кондитерский магазиндерде сатады натуральный шоколад. Бұны глазурмен шатастырып алмаңыздар. Бұндайдың глазур түрі болады, ол арзандау болады, а натуральный шоколад қымбаттау болады. Килограммы 5500, а сіздерге 200 грамм жарайды. Маған мынау 250 бірдеме граммы 1300 бірдемеге шықты. Мында 200 грамм натуральный шоколад. Оған ыссы 200 грамм сливки 33%. Қайнатпаймыз, тек ысытамыз. Соны құямыз. Енді осы погружной блендермен езіп аламыз. Міне осылай езіп алдық. Сгущенка сияқты болып езіледі. Соның бетінен пищевая пленкамен контакт жауып қоямыз. Осылай крем неге жаңағы шоколадқа тегізіп жабамыз бетін. Холодильникке қоямыз. Бұл 8 сағат тұру керек. Содан кейін барып творожный сыр, 300 грамм творожный сырмен миксермен езіп аламыз. Осылай холодильникке 8 сағатқа қоямыз. Достар, холодильниктен шоколадный ганашымызды алдық. Мына жерге енді творожный сырымызды саламыз. Осыны взбивать етіп аламыз. Творожный сырымызды взбивать етіп аламыз. Солай. Енді мына шоколадный ганаш пен сливкиімізді саламыз осылай. Холодильникте тұрғасын кәдімгідей қою болып тұр. Креміміз дайын.
осылай саламыз да холодильникке қоямыз. Тағы да кішкене қату керек мына крем. Сосын барып торттың нетеміз, қаптаймыз тортты осы креммен. Осылай холодильникке қоямыз енді. Достар, міне біздің тортымыз холодильниктен шығардық. Мына сыртындағы ацетатная пленкасын алып тастаймыз. Креміміз де холодильникте тұрды. Бисмиллах деп тортымызды қаптаймыз. Енді осылай нетіп шығамыз, ашық жер қалмас үшін арасын осылай жауып жағып шығамыз. Араларын қосып. Бірінші осылай жандарын түзеп аламыз. Енді шпательмен тазартып шығамыз тегістеп. Тимеген жерлеріне жағып шығамыз. Глазурь мен пищевой красканы араластырдық, фиолетовый. Осыны енді құямыз.
мына неге кондитерский бумага. мынаны енді суытамыз, салқын жерге қоямыз, шамалы суы керек. Глазурмен украшение жасаймыз.